Біріншіден өздерінің көңіл күйлерін білгім келіп тұр. Алдарында мен смайлеп қойдым. Кішкене күліп тұрған, тұнжырап тұрған, неше түрлі. Көңіл күйлерін білдіріңдер. Көтерді. Жақсы сияқты, е? Болды, тамаша. Сабағымызды бастайық олай болса. Енді бұл сабақты бастамас бұрын сендерге кішкене сендердің де көңіл күйлеріңді біліп алдым. Енді алдарыңдарына слайд ашып тұр, көрдіңіздер. Осы слайдты байқап отырсаңдар, бұл енді биылғы емес, былтырғы оқу жылының аяғында жаңағыдай халықаралық конференцияға онлайн қатыстым. Қанша адам қатысып отқанын көріп отырсыңдар, 100 шақты адам отыр. Сонда бір эстониан спикер кісі жаңағы өзінің айтуы бойынша Қазақстанда араладым дейді бүкіл қалаларды. Сонда оқушылардың көңіл күйін, жаңағы сабаққа деген ынтасы, белсенділігін, олардың ортада өзін ұстауын сұраған кезімде барлығын енді мониторингке салып қарасам, көрдіңіздер ме, бірінші орында не тұрғаны? Қазақстан. Знаешь, Қазақстанда оқитын сендер, енді оқушылар барлығының көңіл күйлерін жаңа көтерген смайлик сияқты, мына жақта да спикер ханымның айтуы бойынша керемет болып тұр. Міне, яғни осыдан-ақ көруге болады екен. Ереже құрып алайық, балалар. Ережені көріп отырсыңдар. Ережеміз біріншіден, қазір топпен де жұмыс болады, жеке жұмыс болады, білесіңдер, жұптық жұмыстар жүреді. Енді үй тапсырмасы өтілген тақырып бойынша мен сендерге мынандай шолу дөңгелегін арқылы үй тапсырмасын сұрағым келіп тұр. Үй тапсырмасынан не берілді жалпы? Айтып жіберіңіз біреу. Электр өрісінің тақырыбын оқып беру, айталып беру. Жарайды. Енді электр жаңағы өрісі жайлы берілді ғой үйге, жалпы электр заряды туралы көріп отырсыңдар. Енді мына жерде класстың оқушыларының атауы шолу дөңгелегінде. Қазір көрейік кімге түседі екен. Ринат мырзаға түсті. Ринат мырза, айматы қайда жүрсің? Ринат тұра ғой, сұрағың ашылды уже, оқи ғой. Потенциалдың кенелілікпен байланыс формуласы қандай? Не жауап береді? Потенциал кенелілікпен байланыс формуласы потенциал электр өрісінің кенелілігімен және олардың астарларының қашықтығының көбейтісіне тең. Электр өрісінің кенелілігі қандай әріппен белгіленеді? Кенелілігі Q арқылы. Кернеулік балалар шатасып. Электр өрісінің кернеулігі. Асыл дейді? Е айтмай бергені. Кімге түсті? Кімге түсті оқырманы? Димаш. Электростатикалық өріс дегенімізде қозғалмайтын және уақыт өзгермейтін электр өрісі электростатикалық өріс деп атайды. Дұрыс. Нұрай. Айта ғой. Оқы. Электр тұрақтысының сан мәні не? Тең. Электр тұрақтысы. 8,185 көбейту 10 көбейту минус 12 дәрежесі. Кулон квадрат, ньютон көбейту метр квадрат. Бекке түстік. Зарядтың сақталуы анық дегеніміз, ол өзі тұйық жерде жүреді. Жаршы бересің бе тақтаға формуласын? Формуласын жаршы берейін. Біз беретін әрбір алгебралық қосындыдан, мысалы Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 осылай кете береді. Бір белгілі бір санға дейін болса да, оның әрбір саны тұрақты болады. Ол яғни конст. Бұл қандай жүйеде орындалады? Тұйық жүйеде орындалады. Кулон заңның тұжырымында. Екі нүктедегі зарядтың өзін-өзі әсерін сипаттайтын сипаттайды. Иә, дұрыс. Кулон заңның формуласын жаза қойшы тақтаға. Орын. Сөзбен қалай айтамыз? Сөйлеп тұрып айтамыз, е? Мынау қандай күш? Кулон күші, е? Неге тең? Екі зарядтың көбейтіндісіне тура
Пропорционал, иә. Жақсы. Оның арақашықтығына Квадратына кері пропорционал. Ойын өте жақсы жеткізіп тұр. Айна. 9-ны өтірген оның 9 дәрежесіне тең. Дұрыс. Жақсы, молодец. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар да, тақырып жазыңдар. Электр сыйымдылық конденсатор бүгін өтетін сабағымыз біздің. Сабақтың мақсаты жалпы көріп тұрсыңдар, қарапайым электр тізбегіндегі конденсатордың рөлі. Сонымен танысамыз. Конденсатор дегенді жалпы біріншіден сендерге балалар тақырыпты да ашып көріп отырсыңдар ғой. Осы тақырыптан, осы мақсатты қою үшін не білгілерің келеді? Бір шолу жасаңдар кітапқа. Бір шолу жасаңдар. Түсініксіздеу нәрсені көріп тұрсаңдар, алдарында стикерлер тұр, сабаққа қатысты беріліп отырған, жазып, өздерінің тұстарына ілулеріне болады. Әркім өзінің тұстарына. Қарап шығыңдар, небір сендерге кездеспей жүрген терминдер бар шығар. Мысалы, не білгілерің келіп отыр сабақтан. Соны стикерге жазып жылдамдатамыз. Ілеміз. Біле сал, кез келген жерге. Мына жерге іле салуға болады бәрі. Артық қабырғаға іле сал. Балалар бүгінгі сабақты бастамас бұрын электр сыйымдылығы конденсатор дегенді мысалы қараңдар, біз зарядты дененің электрленуін өттік. Дене электрлену үшін қанша дене қатысады? Электрлену үшін 2 дене. Қай кезде электрленеді дене? Үйкелу кезінде. Дененің үйкелуін мысалы сипаттау үшін біз алдымызда наприбор қалай аталады? Электроскоп. Бұл дененің электрленгенін байқайтын құрал. Мысалы не көріп отырмыз? Яғни мен таяқшаны, яғни үйкеу арқылы жүн материалға, бұл сабақта уже білесіңдер, үйкеу арқылы конденсаторға электроскопқа жақындаттым. Жақындатқан кезде сендер байқап отырсыңдар, электр заряды уже бар екен, прибор көрсетіп тұр. Бұны енді зарядсыздау үшін мен не істеймін? Қолыммен зарядсыздай салуға болады. Жалпы өткізгіштер деген ол қандай заттар? Дұрыс, өте жақсы. Оларға не жатады? Металдар, топырақ, су, топырақ, адам денесі. Енді осы, мысалы, тоққа түскен адамға бірінші көмек қалай беріледі? топыраққа көмеді. Топыраққа көмеді, мойнына дейін. Неге? Топырақ арқылы. Формен емес қалар. Біреу түсіндірейікші, ал асыл екі шыданып барады. Себебі адамдағы доқты топырақ өзіне сіңіреді. Өте жақсы, отыра ғой. Ал енді мына жерде байқап отырсыңдар балалар, 2 электроскоп көріп тұрсыңдар, біреуінде не айырмашылық көріп тұрсыңдар? Біріншісі екіншісіне қарағанда зарядты көп тартады, және оның сыйымдылығы да үлкен болады. Неге деп ойлайсың? Себебі Неге деп ойлайсың? Мысалы, несіне байланысты болып тұр? Мысалы, көрейік мұны. Міне, қаншалық қалғанын көрдің, енді аған қарай. Не байқадыңдар? Темір деме, металл шары үстіндегі үлкен болған сайын зарядты не істейді? Көбірек қабылдайды. Ал кішкентай шар азырақ қабылдайды. Сондықтан мына тілшесі сәл ауытқыды, екіншісі одан көп ауытқыды. Енді көріп тұрмыз, қандай да бір денеге үйкелу кезінде болып жатыр. Диэлектрикке не жатады? Диэлектрик деген не? Изолентті. Дұрыс, пластмассы жатады, сосын. Бұлар нелер? Сонда не ол диэлектр? Дұрыс айтасыздар, электр тоғын өткізбейтін денелер. Үйде мысалы сондай диэлектриктен өткізгіш арқылы жасалатын құралдар бар ма? Мысалы, жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Қандай? Отеткалар. Ай, молодец. Иә, сонда солардың құрылысы қалай жасалынған? Ұстайтын жағы қандай? Пластмасса. Неге? Дұрыс, өте жақсы айтыңдар. Яғни электр тоғын өткізбейтін нәрседен жасайды. Себебі металл болса не болар еді? Шалқаннан түсіреді ғой, шалқаннан түсіреді. Міне енді сонда осы айтып жатырмыз, үйкелу кезінде дене зарядталады деп жатырмыз, осының енді электр зарядын жинақтайтын, мысалы тоқ көзіне қоспай-ақ. Мысалы мен қазір мынау 12 вольт беретін тоқ көзіне мына конденсаторды қосып қойдым. Конденсатор деген жалпы көріп отырсыңдар, заряд жинақтайтын өткізгіштер жүйесі. Заряд жинақтайды. Екеуі параллель. Мына жерде көріп тұрсыңдар, параллель екі пластина, арасы диэлектрикпен бөлінген. Осы оның астарлары электр зарядын жинақтайды.
Біреу оң зарядталады, біреу теріс зарядталады. Бұлардың шартты белгісі мысалы, сызған кезде міне параллель екі пластина саламыз. Біреу оң зарядталады да, біреу теріс зарядталады. Тек қана мына жеріне ғана емес, бүкіл тізбектің бойына бүйтіп салып шығуға болады. Бір жағының оң зарядталған. Сонда бұл жағындағы пластина заряд қандай заряд жинады? Оң заряд. Екінші жағына теріс заряд жинады. Осының әсерінен ол шамалы уақытқа жұмыс істеуі мүмкін. Мысалы, қараңызшы, бұл ток көзіне қосылып тұрған, зарядталып тұрған конденсатор ғой, ал енді мына жерде электрофорлы машина тұр. Электрофорлы машина ток көзінің рөлін атқарады. Ештеңеге қосылып тұрған жоқ, көріп тұрсыңдар. Мына екі металл шар бір-біріне жақын тұр. Мен уже тоғырып жатырмын. Ал енді қараңдар, бұл жерде механикалық жұмыс істейік. Мынаны жаңа не істедіңдер, айналдырып тастадыңдар. Не көріп тұрсыңдар? Ұшқын, неғұрлым металл шарлар бір-біріне жақын тұрған кезде жаңағы заряд ұшқын арқылы сендерге көрініп жатыр. Сонда бір-біріне тиіп тұрған жоқ қой? Ол бір жерден тоқ алып тұрған жоқ қой? Механикалық жұмыс жасап тұр только. Біз оны айналдыру арқылы механикалық жұмыс жасадық, бірақ та қайдан алып тұр? Міне конденсатор. Осы конденсатордың бойында қаншалықты заряд жинақталды, сонымен ол жұмыс жасайды. Бірақ мәңгілік жұмыс жасай ма? Жоқ. Не істеу мүмкін? Зарядсыздан қалады. Міне осыны білуіміз керек. Сонда конденсатор деген бізде жалпы зарядын жинақтау үшін қолданылады екен. Мына жерде ең алғашқы электр конденсаторын жасаған, Лейден банкасын жасады, Мошенбрук 1745 жыл жасады. Сол кезде ашылды конденсатор. Ал қазір қайда қолданылады, балалар? Конденсатор қайда қолдануға болады? Компьютер, холодильник, үйдегі тұтынушы заттардың барлығы ғой. Егер де жөндеуге ашылатын болса, артын ашқанда микросхема деген толып тұр ғой. Сол микросхемаларда конденсаторлар жалғанған. Солар уақытша ток беріп тұрады кейде. Түсінікті ме? Ал енді осыдан ары біз әлі танысайық. Осы конденсатордың түрлерімен танысайық. Мына жерде қазір көріп тұрсыңдар. Түрлері мынау міне. Мыналарды сендер сол микросхемалардан оңай көресіңдер, және алдарына да қойып қойдың, қазір жұмыс жасайсыңдар. Міне түрлері. Осылардың ішін егер мынау цилиндрлік конденсаторлар ішін ашатын болсаңдар, іші мынандай диэлектриктермен бөлініп тұр, қатпарлы астарлардан тұрады. Егер ашып қарайтын болсаңдар. Сонда жаңағы екі пластиналардың біреуі оң зарядты жинақтаса, екіншісі теріс зарядты жинақтап тізбекке қосылады мына түрлері. Мынандай конденсаторлар бар. Бұлар жаңағы айнымалы ток реттейді. Токтың қанша түрі бар, балалар? Тұрақты ток, өте жақсы. Яғни айнымалы ток, тұрақты ток. Қай токты біз жақсы қолданамыз? Айнымалы. Неге тұрақты токты пайдаланбаймыз? Жарайсың. Яғни ол уақытша ғана жұмыс істейді екен. Ал жаңағыдай айнымалы токты, айнымалы ток генераторлары өндіріп береді, бұл ұзақ мерзімге жұмыс істейді екен. Міне оны да білуіміз керек. Енді конденсатор формалары бойынша мынандай болып бөлінеді. Түрлері қазір менің алдымда тұр ғой, көрдіңдер, зарядталып тұр, сфералық түрлері де бар, цилиндр, мына сендердің алдарында жатыр уже, неше түрлері. Одан кейін конденсатор астарларындағы диэлектриктер неден жасалады? Міне, керамикалық, алдарында тұр, керамикалық түрлері, қағазбен де бөліне береді, диэлектрик ретінде қолдануға болады. Сосын электролиттік конденсаторлар. Бұлар мысалы химияда электролиз заңын білесіздер ғой, сол бойынша, яғни құрылысы соған негізделген. Конденсатордың қолдануы міне қазір өздерің айтқандай тұрақты ток пен айнымалы токта, тұрақты токта қолданатынымыз міне мыналар. Тізбекте не көріп тұрсыңдар? Батарейка тұр мына жерде. Ол ненің рөлін атқарады? Ток көзі. Мына жерде міне конденсатор. Мынау қарапайым конденсатордың құрылысы. Көріп тұрсыңдар ма? Бұл енді конденсатор қандай шамаларға тәуелді екенін көреміз. Мына жерде мен вольтметрді алдым, мына вольтметр қалай қозғасам да болады. Вольтметрдің екі клеммасын апардым да батареяға жалғадым. Мына жерде қазір нөлдік деңгей тұр. Көріп тұрсыңдар ғой, мына мишканы жүрген жерінен қарап отырыңдар. Мына жақта батареяның қандай полюсі жалғанған? Оң. Мына жақта теріс, минус көрінбей жатыр ма? Кішкене неғып қараңдар енді. Енді мына жерде қараңдар. Мен бүйтем енді. Мына жерде аудан, мынау пластинаның ауданын өзгертейін.
Қараңдаршы, не істедім? Күйттім. Аудан өсіп жатыр. Мына жерде мына конденсатордың көбінесе негізі конденсатордың сыйымдылығын анықтаған кезде фарадпен өлшенеді. Фарад деген ол үлкен өлшем бірлік. Сондықтан оны фарадпен жасау ол тиімсіз нәрсе. Онымен мысалы көп нәрсені зарядтай алмайсың ғой. Сондықтан микрофарад, нанофарад, пикофарад деген өлшем бірліктер қолданады. Міне соның мына жерде пикофарад тұр. Қаншалықты өсіп жатқанын, кем жатқанын осы жерден көріп отырыңдар. Жарай ма? Ал енді мына кішірейтсем не істеп жатыр? Азаяды. Не азайды? Ауданын азайттым, конденсатор сыйымдылығы не істеді? Азайып кетті. Ал енді мына жерде екі қатпардың, пластиналардың ара қашықтығын өсірдім. Не істеп жатыр? Жақындатқанда не істеп жатыр? Қараңдар. Жақындатсам сыйымдылық көбейеді. Ал мына жерде ауданын қараңдар, беттің ауданы қанша екенде. Енді біз осы жағдайды, мынау қазір тоқ көзі батареяға жалғанып тұр ғой, енді батареяны алып тастап көрейік. Мына жерде қазір көріп тұрсыңдар, уже мына батареяда конденсатор зарядталды. Бір жағына оң зарядтар жинақталды да, екінші жағына теріс зарядтар жинақталды, иә? Енді барамызда біз мынау клеманың мияққа қосамын. Сонда не көрдіңдер? Шам жанды. Шам батареядан алып тұр ма? Тоқты? Жоқ, конденсатордан алды. Енді бірақ та ұзақ уақытқа жанып тұр ма? Жоқ. Не істеді? Қатты жанды да өшіп қалды. Сонда мынау конденсатор жаңағы мынау батареядан қаншалықты зарядты жинақтады, соны ғана жұмсады мынаған. Ал енді қайтадан ол разрядталып қалды. Разрядталу деген сөз таусылып қалды заряды. Сол кезде ол уже өшті. Оны қайтадан қосу үшін не істеймін? Қайтадан зарядтап, қайтадан процесті көруге болады. Ол енді уақыт кетеді ғой, мынаны зарядтадық міне. Қайтадан жаңағындай ара қашықтығы ауданын өзгертуге болады міне. Көрдіңдер ма? Міне бұл бізде жалпы қарапайым электр несін көріп отырсыңдар. Конденсатор сыйымдылығы деп аталады. Ол тең болады зарядтың потенциалдар айырымына қатынасына тең. Мына дельта фи деген ол кернеуге тең. Өйткені потенциалдар айырымы кернеуге тура пропорционал. Солай емес па? Ендеше потенциал жалпы тең болады. К бөлінген R-ға тең ғой. Бұрынғы тақырыптардан білесіңдер, иә? Соны апарып бірінші формулаға қойсам, С тең болады. Q бөлінген К и R алымына кетеді. Көрдіңдер ма? Q мен Q қысқарып кетеді, не қалады? R бөлінген К қалады. К деген пропорционалдық коэффициент қой. Сан мәні нешеге тең бұлай формуласы? Қараңдар, К неге тең формула? Ол сан мәні ғой, формула. Дұрыс, 1 бөлінген 4 пи эпсилон 0. Мына жерге апарып соны қоям. Сонда мына формула қалай өзгереді? Яғни коэффициент кер бөлшекпен көбейтілмей ма? Сонда яғни үстіне кетеді. 4 пи эпсилон 0 R екен. Міне ара қашықтыққа қатысты формуласы шықты. 4 пи эпсилон 0 R. Міне негізгі формулаларын мен қоршауға аламын. Мынау анықтамасына сай формуласы. Міне осы формулалармен біз есептейміз. Мен анау диэлектрлік өтімділігі, электр тұрақтысы жайында айтпаймын, оны өздерің білесіңдер. Не екенін? Жарайды. Енді электр өрісінің кернеулігімен байланысы бар. Электр өрісінің кернеулігі деген жалпы Q бөлінген 4 пи эпсилон 0 и S. 4 алмауға да болады, көбінесе мынау рөл атқармайды мынау, оны жазбасақ та болады. Мынандай күйге келеді. Мынандай формуламен есептелінеді. Енді жалпы потенциалдар айырымымен электр өрісінің кернеулігі U бөлінген D-ға тең. Жаңа оны эксперимент жүзінде көрдіңдер. Ара қашықтығына мынау кері пропорционал. Осы жерде мысалы U-ды формуланы апарып орнына қойып, Е-нің формуласын өздерін есептеп шығарыңдаршы, не шығады екен? Мына кішкене қорытыңдаршы. U-ды мысалы тауып алып потенциалдар айырымынан U деген дельта фиға тең емес па? Апарып қойыңдар. Мына U-ды тапқан кездерінде Q-ды С-ға бөлмейсіңдер ма? С-ның орнына қойыңдар мынаны и формула қалай өзгереді соны жазамыз. Сонда жазық конденсатордың сыйымдылығы шығады. Эпсилон 0 S бөлінген D. Мынау жазық конденсатордың сыйымдылығы. Жаңағы бейнефильмде көргендеріндей. Яғни ауданына тура пропорционал болды, ара қашықтығына кері пропорционал болды. Енді мен жаңа айттым, фарадты көп қолданбайды.
үлестік бірліктерін қолданады деп. Айтыңдар маған, бір нанофарад қанша? Оның екінші тоғыз дәрежесі бар. Дұрыс. Көбінесе микромен алады. Микро қанша? Оның елу алты дәрежесі. Дұрыс. Пико? Оның дәрежесі. Бұлардың барлығы бүкіл сабақта өздерін қолданып жүрген үлестік бірліктері есептерге қолданасыздар. Солай ма? Міне осы бүгінгі сабақта сандық түрде формуламен осылай есептеп шығарамыз. Енді келесі неден біз бүйтеміз. Сендердің алдарында мынандай құрал жабдықтар тұр. Көрдіңдер ме? Топпен жұмыс істейміз. Артқа екінші партаға қарай салыңдар. Сендерге құрал жабдықтар беріледі, жұмысты өздерің істеулері керек. Ал, кетті. Мультиметр көмегімен конденсаторды тексереміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Мысалы, конденсатордың сыйымдылықтарын оқыңдаршы бірінші маған, конденсатордың сыртын. Біреуі мысалы полюстерін анықтаңдаршы, қалай анықталынады полюс? Себебі дұрыс, өте жақсы. Ал қарама-қарсы жағы плюс, ал тексеріп көрейік мультиметрмен. Мультиметр алдарында тұр. Мультиметрдің несін бір 20 или 210-ға қойып конденсаторды тексерейік. Дұрыс. Тексереміз. Не көріп жатсыңдар? Түсіндір айтып жатқандар. Конденсаторды зарядын алып жатыр, зарядты. Одан тұрақты топты да, айнымалы топты да пайдаланыңдар. Сызбада көрсетіңдерші. Сызбада. Мысалы, электр шамның жағында сондай. Қазір жұмыс істейміз. Маған дайын болғасын айтыңдар. Стикерлерге болды сіз. Тағы жылдырдағаныз. Жайсыздар ма? Тұрақты ток, айнымалы токқа қосу оңай ғой. Жылдам жауап беруге болады. Қаны? Топ бәріміз белсенді боламыз. Қанжолбан. Жақынырақ сызыңдар, иә? Жақын. Жақсы. Сендерді ше. Болдыңдар ма? Ал кім таныстырады? Ал, келем. Басқа топтар тыңдауға тырысамыз. Бағана ережені ұмытпаңдар. Иә? Бұл сызба арқылы біз не бар сызбада? Сызбада конденсатор бар, шам және де ток айналымы бар. Ток көзі ғой? Ток көзі. Мысалға бұл біз конденсаторды зарядтадық. Ал бұл токтың қосылуына септігін тигізеді. Қараш, бұл тұрақты ток па, айнымалы токқа сызғандар? Тұрақты ток. Мынау үнемі жанып тұра ма? Жоқ, неге? Себебі конденсаторда арнайы электроэнергиясының жинайтын сақтайтын құрылғы бар. Соны береді. Мынау мені көрсеттіңдер? Стрелкалармен. Бұл ток айналымының тоқтың бағыты, иә? Тоқтың бағыты. Жақсы. Жарайсың. Келесі. Дайынсыңдар ма, или сендер ма? Ал, кетті. Асылбек шалма? Келеу. Бұл жерден біз айнымалы ток жіберіліп тұрғанын көріп тұрмыз. Бұл жерде, осы жерде біз айнымалы ток деп айтамыз. Өйткені бұл жерде ток жіберген кезде секундына 50 герцпен жібереді, ал ол болса 50 герц дегеніміз секунд сайын әрбір электрон өзгеріп тұрады. Сондықтан оларды реттеу үшін, тұрақты қылу үшін біз диодтарды қолданамыз. Мысалы, мұнда плюс болып келсе, оны плюс қылып жібереді да, ал минусты минус жағына жіберіп, конденсаторға екі жақты жинақтайды. Мұнда плюс жиналса, мұнда минус жиналып, осы жерде тұрақты тоқты байқауға болады, осылайша бізге ток жүреді. Балалар, мен көрдіңдер ме? Өте жақсы нәрсе, әдейі өздерімен сызғыздым. Мысалы, айнымалы токпен келген нәрсені тұрақты токқа айналдырып жатыр. Мысалы, айнымалы ток деген жаңа айтыпты ғой, 50 герцпен деп. Ол адам көзі қабылдамайтын нәрсе. Жарық, мысалы, келген кезде 1 секундта 50 рет өзгереді мынаның несі. Оны көз көрмейді. Түсініп отырсыздар ма? Сол келген тоқты реттеу үшін диодтарды қолданады екенбіз. Ары қарай тұрақты токқа береміз. Өте жақсы. Бар ма?
Болған топтар бетейші, сендер бірінші есеп, кім жүйрік әдісі арқылы мына топқа бірінші есеп, топпен бір-біріне. Сендер екінші есеп, үшінші есеп. Көрсетпедіңдер ма, яғни жарайды мақұл. Қандай тоққа арналған? Айнымалы. Белгісі айнымалы. Ал бұнда шам жанып тұра ма ылғи? Жоқ, бұнда бір бітетін кез болады. Дема ма? Бұл өшпейді. Электр шамдары, ол үнемі мына жерде беріліп тұрғандықтан энергия, ол шам ұзағырақ жанады. Жаңағы тұрақты тоққа қарағанда. Балалар сразу бағалап кетейікші. Бірінші Рамазан сөйледі ғой. Мысалы, мына тоқ не қандай баға бересіңдер, қалай бағалайсыңдар? Әр оқушының алдына мен жеке бағалау қойып қойғанмын. Оны әркім өзі көріп отырады, жүргізіліп жатқан тапсырмалар бойынша өзі қойып отырады, ат жөнін жазып. Ал енді топты бағалайықшы. Не дейсіңдер? Басқармақпен көрсетіп жатсыңдар ма? Жарайды, ой сендер. Бұларды басқармақ. Екінші топқа ше, мына Асылбек қорғаған. Сендер шапалақтағадыр Асылбек. Екі басқармақ кетіп жатыр. Үшінші топ сен. Жарайды. Есепке кірсеңіз. Сендер толықтырып отырыңдар. Жарай ма? Керек жерін толықтырып отырыңыз. Söylеп, таныстырып шығарамыз айна. Здесь 7 вопрос, если учитель минус у них терминдегі 500 вольт. Так, 25 минус 10, 2,5-тен үтір жазып жіберіпті. Дұрыс қой, е? Осы жерден біз ауданды табу үшін екеуіне тура пропорционал S7 эпсилондар бөлінеді. Бұл жерде бізге эпсилон нөл берілмесе, оны жаттаудың болады. Жоқ, ол тұрақты ғой. 8 беріп тұру директор отырыңды алып. Қоя бер мына жерде. Қанша шықты? Тәні, бағана тараптан ұшылар болған шығар. Алшайық бір-бірімізбен. Қарақтарымды ауыстырыңдар, жүктарымен. Алшамыз, тез. Міне, дұрыс жауабы. Тексеріп шығыңдар. Жандарында отырған жұптың балын тексеріп, ана тесттің соңына балын қойыңдар да, маған қазір артынан жинап аламыз. Түсінікті ма? Түсінер ма? От қойып, балын жазып қойыңдар параққа. Мынандай, я жоқ деп жауап беретінені бекітуге алып отырмын, көріп отырсыңдар. Бірінші топ. Нұрай, конденсатор атқаратын қызметі электр зарядын жинақтайды дейді. Келсесіңдер ма, яма жоқ па? Конденсатор деп шыққан электр қабатымен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені айтады дейді. Екі өткізгіштен. Алдарында кері байланысқа ілулі тұр, тез кері байланыс беріңдер, мына жерде ілулі тұр. Стенаға ілген стикерлер көрдіңдер ме? Екі оқушының не? Қазір сабақтың соңында аламызда көреміз, сол өздерің жазған нәрсені орындадыңдар ма, жоқ па? Түсіндіңдер ма, жоқ па? Кері байланысқа керек ол. Там кері байланыс беріңдер, тездетіңдер. Бүгінгі сабақта үй тапсырмасы электр сыйымдылық конденсатор бағалай, енді өздерінің бағалау парақтарын толтырып беріңдер. Одан кейін көріп отырсыңдар, бірінші топта өте жақсы, үш топты да жақсы деп бағалай аламын. Ішінде өте жақсы Ринат, Нұрай, Дамир күшті атсалысып отыр. Мына топтарында сондай Айна, Рамазан, Асылбек, Аяулым, Димаш, Олжан бұл топта бәрі белсенді болып отыр балалар. Енді күнделікке балаларын қойды. Әлемдерді сабақ осымен бітті. Әлі балалар жинақталып шығып кетеді.